сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз басталды. Бізде мына қандай құрал деп ойлайсыздар? Құрал екен, иә? Жаңағы жерді ай айланады, ал жер болса бізде күнді айланып қозғалатын құрал. Мына тақтада тұрған сурет ненің суреті балалар? Жұлдыздардың. Онда бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы осы жұлдыздарға байланысты болады екен. Аспан сферасының координаттары. Бүгінгі күн ретін жазайық, тақырыбымызды жазып алайық. Тақырып жазайық. Параграф 9. Біз өткен сабақта қандай тақырыптарды өттік? Нені өттік? Аспан әлемі туралы өттік. Аспан әлемінде қанша жұлдыз бар екен? 88 шоқ жұлдыздар бар екен. Жақсы. Әрбір сұраққа жауап берген оқушыларға бір кешкіден бері отырам. Бұл бізде 1 балл. Жалпы бізде балдық жүйе 10 балға дейін, білесіздер. Енді мына жерде не көрсетілген? Бұл нені көрсетеді? Әріптер. Альфа деген жұлдыздың несі? Атауы қандай жұлдыздар? Жаңағы шоқ жұлдыздың ішіндегі ең қуатты жұлдызы альфа, одан кейін бета, осы жұлдыздармен белгіленген екен. Өйткені біздің жұлдыздарымызда шоқ жұлдыздар 10, 15, одан да көп жұлдыздар болуы мүмкін екен. Енді келесі, бүгінгі өтетін тақырыпта абсолюттік жұлдыздық шама деген үлкен М әрпінен белгіленеді екен. Көрінерлік жұлдыздық шама деген кішкентай М. Жұлдыздарға дейінгі арақашықтық R. Ондай болса бізде Платон формуласы арқылы екі жұлдыздың жылдамдығы мен олардың жұлдыздық шамалар арасындағы байланысты көрсететін формулалар екен. Өздеріңіздің дәптерлеріңізге түртіп алу әдісі арқылы бүгінгі тақырыптағы керекті формулаларды, астрономиялық шамаларды өздеріңізге жазып алып отырыңыздар. Өйткені қазір сабақ соңында жеке жұмыс, топтық жұмыс жасаймыз, сол кезде өздеріңізге қажет формулаларды және шамалардың атауларын дәптерге түртіп жазып аламыз. Болдыңыздар ма? Келесі слайдта бізде бір жарық жылы, біз өткен сабақта өткенбіз, тағы да естеріңізге түсіріп өтейін, бір жарық жылы 0,3068 парсек, немесе оны метрге айландырғанда, жуықтап алғанда 9,5 көбейтілген 10-15 дәрежесіндей метрге. Бұл жұлдыздарға дейінгі ара қашықтықты біз осындай өлшем бірліктермен өлшейміз. Енді жарықтықты есептейтін формула ол мынау. Яғни жарықтық деген L әріпімен белгіленеді. R дегеніміз ара қашықтық. Тау деп тұрғанымыз бұл жерде не болады? Тау дегеніміз не? Температура. Өлшем бірлігі кельвинмен өлшенеді. Жазып алайық. Келесі жазып болсақ, кейбір жарық жұлдыздардың атаулары, астрономиялық белгіленулері, орналасу орны, координаталары, көрінерлі және абсолюттік жұлдыздық шамалары туралы мына жерде мәліметтер көрсетілген. Бұл мәліметтер сіздердің кітаптарыңызда да бар, сол жерден алып көруге болады. Мысалға, Перус деген жұлдызымыз қысқаша белгілеуі, тура көтерілу уақыты, еңістігі, көрінерлік жұлдыздық шамасы қандай, абсолюттік жұлдыздық шамасы қандай екендігі көрсетілген. Мысалға, есептеп берілсе, керек мәліметтерді осы жерден алып, жоқ шаманы есептеп шығарады екенсіздер. Енді аспан сферасы радиусын анықталмаған жорамал сфера еді. Міне аспан сферасы. Оның жалпы бейнеленуі. Енді бұл біздің төбемізде, мысалы географиялық картада оңтүстік, солтүстік деп белгіленсе, бізде ең жоғары төбе не деп аталады екен? Зенит, астан, атмосфера. Мына жерде қандай сызықтар бар? Экватор сызықтары көрсетілген. Мынау тал түстік сызықтар. Бұл да сіздерде кітапта көрсетілген. Міне осы аспан сферасының жалпы бейнесі осындай. Енді аспан координаталары аспан денелерінің аспан сферасының орналасуын анықтайды. Ол жерде бізде жұлдызды аспанның жылжымалы картасы деген көрсетілген.
Қазір біз сабақта осы картамен жұмыс жасайтын боламыз. Мынау бізде жұлдызды аспанның жылжымалы картасы, мынау екінші бейнесі. Бұл жерде бізде еңістік және азимут деген шамалар бар. Өткен сабақтарда өткенбіз, еңістік дегеніміз минус жаңағы 90 мен плюс 90-ның арасы. Мына жерменен, мына орталықта еңістіктер. Еңістік бізде градустық өлшеммен өлшенеді. Және азимут деген бар. Азимут мына нүктеден басталады, оңтүстіктен басталады да былай қарата жүргізіледі. Бұл да градустық өлшеммен өлшенеді. Бір айналып шыққанда қанша градус? Жақсы, қазір жауап беріп отырған оқушыларға мен фишка таратып отырамын. Сонда мына жерге дейін 180, былай айналып шықса 300. Кез келген бір жұлдызды шамалар бар. Бұл сіздер кітаптарыңызда да бар. Сол жерден алып, сол жұлдызды шамаларды қай жерде орнын еңістігі қанша, азимуты қанша екендігін анықтауға болады екен. Қазір ондай жұмыстар жүргіземіз. Содан кейін келесі біздің тапсырмамыз әрқайсыларыңыздың өздеріңіздің туған жылдарыңызға байланысты бізде 12 шолжұлдыз бар, Бұны зодиактық таңбалар өткен сабақта өткенбіз. Оның бір айналып шыққандағы сызық қалай аталады? Бір айналып шыққанда эклиптика деп аталады. Міне осы эклиптика сызығына сәйкес келетін міне 12 шоқ жұлдыз. Осы жерде бізде бар ма? Тауешкілер бар ма бізде? Өздеріңіздің жұлдыздарыңыз бойынша. Сұлулықтар бар ма? Бар, жақсы, сіздер қазір бір топ болып жұмыс жасайсыздар. Торпақ бар ма? Тоқты бар ма? Жақсы, Бағлан өзі бір жеке жұмыс жүргізетін болады, Егіздер. Бар ма егіздер? Шаян. Жақсы, шаян, төртеуіңіз бір жұмыс жүргізесіздер. Арыстан. Міне арыстандар, сіздер бұрыласыздар да топтық жұмыс жасайсыздар ағарақта. Бикеш. Таразы. Жақсы, таразылар. Нұрай, сіз ана жаққа қосыласыз, топтық жұмыс кезде. Саршаян. Екі оқушыға. Мерген. Бізде мергендер жоқ екен. Міне осы бойынша қазір жұмыстар жүргізетін боламыз. Сіздердің алдыларыңызда карталар жатыр. Сол карталар бойынша қазір жұмыс жүргіземіз. Ең бірінші бұл жұмысты жүргізбес бұрын 8-ші жаттығудан шайық. Сол 8-ші жаттығудың бірінші есебін шығарайық. Дәптерлерімізді ашайық. Бүгінгі берілген мәліметтерді қолдана отырып 8-ші және 9-ші жаттығуларды орындайтын боламыз. 8-ші жаттығудың біріншісіне кім келеді? Кім келеді? Ескендір келеді. Тақтаға жазамыз, қалғанымыз орнымызда орындаймыз. Және жауап беріп отырған Нұржан, бізде жақсы жауап беріп отырды. Ақниет, әдемі, іңкәр, елдар, Нұрислам жақсы. Жазайық. Аружан, Аяжан. Фишкаларыңызды санап отырасыздар. Ең сабақ соңында сол фишкаменен бағаланасыздар. Жақсы, Ескендір, қандай тапсырма берілген? Қандай? Темір ғасыр жолысына дейінгі арақашықтық 434 жарық жылын құрайды. Осы да арақашықтықты километрмен өрнектеңдер. Сонда қанша болды? 4,1. Бір есеп дұрыс шыққан оқушыларға 3 балдық жөнмен бағаланады екен. Келесі, екінші есеп. Ал жұлдызды картаменен 9-ші жаттығудың біріншісіне қарайық. 9-ші жаттығудың біріншісі. Ашайық 9-ші жаттығуды. Не дейді? Қандай нені анықтаңыздар дейді? Карталарымызды алайық. Қолымызға жұлдызды аспанның жылжымалы картасы. 10-ші қазан күні
бүгінгі 21:00-дегі ақ аюды табыңыздар. Соның азимуты мен еңістігін есептеп жеріңіздер. 10 қазан. Ал жұлдызды картаменен, ал тезетек. Бәріміз қоямыз. 10 қазан таптың ба? Неше деді? 21:00. 10 қазанмен беттестіресің. Ал аюың қайсы? Аюыңды тапты. Мәнін айтып жере ғой. Таптық па, қанша болды? Еңістігі қанша? Еңістігі қанша? Қанша болды? Азимутты қанша болды? Міне қоямыз. Не қайда? Қазаны. Міне 10-ына қойдыңыздар. Сонда қанша болды? Неше градус болып тұр? Жұқтап алғанда 30, жетпей тұр, 25. Еңістігі 25. Ал азимуттың санағына неше градус? Міне. Мына жерге келгенде 180, мына 180-нен азырақ болып тұр, Жұқтап алғанда қанша? 150 дұрыс айтасың. 150. Жақсы, онда сабағымыз аяқталды. Бағалап жүрейік. Кімде қанша фишка бар? 3. Ескендір қанша? 9, тағы? 8, 7. Жақсы, рахмет балалар, осымен сабағымыз аяқталды.